Сәлем достар, қалдарың қалай? Біз қандай жерге келгенімді айтайын ба? Бұл филармония. Бұның ішінде не бар екенін қазір көретін боламыз. Олай болса достар, кеттік. Достар, біз қазір филармония жөнінде барлығын біліп алатын боламыз. Апай, саламатсыз ба? Сәлем, Дарын. Енді бізге филармония жөнінде айтып беріңізші. Айтып берейін, Дарынжан. Сәлем, менің кішкентай достарым. Қалдарың қалай, жақсы ма? Менің есімім Азиза болады. Мен Қызылорда облыстық филармониясы директорының орынбасарымын. Қазір мен Дарынның өтініші бойынша сендерге филармонияның не екенін түсіндіріп өтетін боламын. Келістік пе, Дарын? Келістік. Солай ғой, достар? Иә, олай болса мен айта берейін, иә, Дарынжан? Иә. Енді сен де мұқият тыңдап ал. Бұдан кейін сенен филармония деген не деп сұраса, сен мұқтап тұрып түсінік беретін боласың. Жарай ма? Жарай, келістік. Жарайсың, сен ақылды жігітсің, Дарын. Не? Біздің кішкентай достарымыз жалпы филармония деген сөздің өзі грек тілінен шығады. Ол жақсы көру мен үйлесімділік деген мағынаны береді. Немесе гармония деген музыка деген мағынаны да астарында береді. Біздің Қызылорда облыстық филармониясында қазіргі таңда 8 ұжым жұмыс жасайды. Жалпы филармония деген не деген сұраққа сіздер оны концерттік шығармашылықпен айналысатын мекеме деп ойласаңдар да түсінсеңдер де болады. Апай, Дарынжан, сонда филармонияда кімдер жұмыс жасайды? Мінекей, Дарынжан, дәл сол туралы мен қазір айтайын деп отырмын саған. Жалпы филармонияда, Дарынжан, есіңде болсын, кәсіби музыканттар жұмыс жасайды. Яғни кәсіби мамандар. Түсіндің ғой? Кәсіби маман дегенді білесің ғой? Жоқ. Ал енді қараш, Дарынжан, мысалға сен сұхбат алатын өзің керемет журналист, кәсіби мамансың, солай емес пе? Иә, солай. Көрдің ғой? Дәл сол сияқты біздің Қызылорда облыстық филармониясында да осы музыка мамандығын кішкентайынан бастап оқып, ең жоғарғы оқу орындарында осы мамандықты әптен үйреніп келген аға апаларың жұмыс жасайды. Түсіндің ғой? Түсіндім. Достар, сендер де түсіндіңдер ма? Иә, енді апай бізге филармонияның тарихы жөнінде айтып беріңізші. Айтып берейін. Дарынжан, біздің Қызылорда облыстық филармониясы 1972 жылы ашылған, құрылған десек болады. Ол кезде сен әлі кішкентайсың, сен әлі жоқсың, менің өзім әлі дүниеге келмегенмін. Көзің елестетші. Біздің Қызылорда облыстық филармониясына биыл 50 жыл толып отыр, балалар. Біздің Қызылорда облыстық филармониясында 8 ұжым жұмыс жасайды. Жаңа өздеріңе айтып отқан кәсіби мамандар. Олар Тұрмағанбет атындағы халық аспаптар оркестрі, олар Ақмешіт фольклорлық ансамблі, Томирис би ансамблі, камералық оркестр бізде жұмыс жасайды. Бізде әдемі музыкалық балалар театр студиясы жұмыс жасайды. Оның мақсаты өзің сияқты кішкентай балаларға өнер көрсету. Апай, сізге бірден айтайын ба? Мен жаңа ойланып қарасам, маған да әртіс болған жарасатын сияқты. Ол да мүмкін. Сен шынымен керемет әртіссің. Осы әңгіменің бәрін айтқан кезінде сондай бір нақышына жеткізіп тұрып айтасың. Олай болса, апай, мен ертең өскен соң әртіс боламын деп шештім. Шын сөзің бе, Дарын? Шын сөзім. Олай болса, кәнекей қолды әкел. Егер мен осы жерде жүрсем, сені міндетті түрде жұмысқа қабылдайтын болам, жарай ма? Рахмет, апай. Бірақ сен, Дарынжан, барлық осы филармонияға қажетті оқудың барлығын бітіріп, жақсы маман болып келемін деп маған сөз бергенекей. Сөз беремін. Мен қалай болғанда да оқуды жоғарғы бағаға бітіріп, үлкен маман болып, осында келетін боламын. Бәрекелді. Біз күтетін боламыз. Рахмет. Апай, бізге сахнаның сыры жөнінде, сахнаның киесі жөнінде айтып бересіз бе? Енді Дарынжан сөздің шыны керек, жалпы сахнаны киелі деп айтып жатады. Оның киесі неде? Оның киесі біздің көрермендеріміздің ықыласында деп ойлаймын өз басым. Өйткені сахнаға шыққанда өзің ойлашы, Дарынжан, бір адамда неше көз бар? Екеу? Екі көз бар. Ал бір филармонияның көрермендер залында барлығы 260-қа жуық орын бар дерлік. 260 адам отырады. Оның әрқайсысында екі көзден бар. Өзің көзіңе елестетші, сонда сахнада тұрған адамға қанша көз қарайтынын? 260 қосу
Жарайды, көптеген көздер қарап отыр. Көптеген көздер қарап отыр. Және ол жерге көрермендер залына келген адам не үшін келді? Әдемі концерт көріп, демалу үшін, рухани азық алу үшін келді. Солай емес пе? Солай. Ал солай болса, енді қалай ойлайсың? Сахнада тұрған әртіс қаншалықты өнер көрсету керек? Сахнадағы әртіс бар күшін, бар жігерін салып тұрып өнер көрсету керек. Әрине, дұрыс айтасың Дарынжан. Барлық күшін, барлық мүмкіндігін салып отырған көрермендерінің көңілінен шығуға тырысып бағады. Дұрыс. Мінекей осындай сахнада қанша адамдардың сондай еңбегі жатыр. Ал сондай еңбек жасалған жер, осыншалық ықыласпен қол соққан жер қалай киелі болмайды, өзің ойлашы. Сондықтан да сахна әрине киелі. Түсіндім. Сонда жақсы маман болу үшін көп еңбек ету керек. Сосын халықтың көңілінен шығу үшін сол өнеріңді шын жүрекпен орындау керек. Солай ма? Іздену керек, дұрыс айтасың. Орындау керек, іздену керек, шаршамау керек. Өйткені өнердің 1% ғана беріледі екен де, қалған 99% еңбекпен келеді екен, Дарынжан. Түсіндім, апай. Сіздің айтқан ақылыңызға, берген біліміңізге үлкен рахмет. Мен ертең өскенде жақсы маман болып, қайта оралатын боламын. Достар, сендерге ұнаған болар? Я, енді апай, бізге әдеттегідей ертегі айтып бересіз ба? Әрине айтып берем, Дарынжан. Мен бүгін балаларға арнап, осы ең танымал біздің қазақтың ертегілерінің аңыздарының кейіпкері Алдар Көсе туралы ертек дайындап келдім. Алдар Көсе? Иә. Жарайды. Біз мұқият тыңдаймыз, иә, достар? Иә, әрине. Енді Алдар Көсенің сондай сараң бір байды қалай әдемілеп тұрып жазалаған туралы айтып берейін. Сонымен, Дарынжан, ертеде бір сұмдық сараң бай болыпты. Оның сараңдығы соншалық, тіпті ешкімге бір қасық су бермеді екен. Содан бір күні Алдар Көсе ауылын аралап жүріп, өзінің бір ауылдас жолдасының үйіне кіреді. Үйіне кірсе, досының үйінде тіске басар ештеңе жоқ екен. Тек бары 2 түйір ғана нан екен. Қарны ашып келген Алдар Көсе досынан нан сұрауға ұялып, жаймен ғана амандығыңды білейін деп едім де, қош айтып шығайын деп жатқанда дос айтыпты: мынау 2 түйір наным бар еді, сол тамағымнан өтпей отыр, кел екеуміз соны бөлісіп жейік деп, екеуі 2 түйір нанды бөлісіп жепті. Содан Алдар Көсеге сол жерде отырып, әлгі досы өзінің мұңын шағыпты. Оның малын бағамыз, оның үйінің жұмысын жасаймыз, бірақ біздің ақымызды дұрыс төлемейді деп, аз-мұз сол жерде шағымданыпты. Бұл әңгімені естіп алған Алдар Көсе, Дарынжан, деп ішіне түйіп алыпты да, үйден шығып кетіпті. Сөйтіп, Байекеңнің үйіне келеді. Достар, байдың сазайын беру керек. Дұрыс айтасың, байдың сазайын берейін деп Алдар Көсе Байекеңнің үйіне түседі. Алдар Көсенің келгенін көргеннен бай бірден бүкіл тамақтарының бәрін тығып, менде дым жоқ деп, кедейдің кейпіне айналып, кейпін киіп, сол жерде отыра қалады. Бай ма? Әлгі бай. Содан Алдар Көсе үндемей Байеке ештеңенің керегі жоқ, бірақ бір күн жатып тынығып алсам болды, осындай алыс жолдан шаршап келе жатыр едім дейді. Сөйтіп үйінде бір күн жатады. Бай тамақ жейін десе, Алдар Көсеге тамақ жоқ деп қойған. 2-ші күн жатады. Байекеңнің іші құрылап бара жатыр. 2-ші күні түнде Алдар Көсе ұйқыға кетті-ау деген кезде, Байекең қазанға ет асатты. Оның ойы Алдар Көсе ұйықтап жатқанда әлгі етті пісіріп жеп алмақшы. Ал Алдар Көсе болса қу неме, байдың ұйықтап қалғанын күтіп жатады. Бай әлгі етті бұқылдатып асып қойып, сорпасынан кішкене қасықпен ауыз түйіп алады да, ет піскенге де жата тұрайын деп жатып, шынымен гүр етіп ұйқыға кетіп қалады. Байдың қорылынан көз жеткізген Алдар Көсе жаймен тұрады да, қазаннан етті алып, оның орнына байдың етігін салып кетеді. Байдың етігін қазанға салып қойған ба? Иә, қазанға салады да, етті алады дағыны, үндемей ғана үйден шығып, әлгі досының үйіне кетіп қалады. Байға дәл солай жасау керек еді.
Сөйтіп досымен барып әлгі етті бөлісіп жеп, қарнын тойдырып, сөйтіп тым болмағандай байдың үйіне келіп қайтадан жатып алады. Ұйықтап жатқан болады, бай бір кезде ұйқысынан тұрады, әлгі етті тезде жейін деп, жаймен әуелі алдар көсені ояу жатқан жоқ екен деп төбесіне қарайды. Алдар көсе аузынан су ағып ұйықтап жатқан сымақ болады. Содан келіп әлгі қазанның бетін ашып қалса, ішінде етігі қайнап жатыр. Етігі қайнап жатыр дейсіз бе? Иә, әлгі бай айқай шығарайын десе, ол алдар көседен тығып ет тасты ғой. Иә. Дымда дей алмайды. Сонымен өз саусағын өзі тістеп, сол жерде қала беріпті. Алдар көсе байды қатырған екен ғой, ә? Иә, бұдан нені ұғынуға болады, Дарынжан? Бұдан менің түсінгенім бойынша бай сияқты жаман адам болудың қажеті жоқ. Бай сияқты сараң болудың қажеті жоқ. Кішкентай бір үзім нан болса да, оны досыңмен бөлісіп жеген абзал екен, иә? Иә. Балалар, сендер де кішкентай бір өздеріңнің жақсылықтарыңды, қуаныштарыңды, молшылықтарыңды өздеріңнің достарыңмен бөлісіп жүруді ұмытпаңдар. Жарай ма? Жарайды. Түсіндім. Достар, сендерге де түсінікті болды ғой, ә? Бай сияқты сараң болмаймыз біз. Біз әрдайым барлығымыз бірге ойнаймыз, ойыншығымызбен бөлісеміз. Солай ғой? Иә, маған ертегіңіз қатты ұнады. Мен біраз нәрсені түсініп алдым. Енді, Дарынжан, осы біздің филармония жайында осындай керемет әңгіме, сұхбат жүргізіп, балаларға біздің филармонияның жұмысын танымалдылығын арттырып жатқаным үшін мен саған ертеде атты мынандай керемет ертегілер кітабын сыйлыққа тартқым келіп отыр. Соған апай, рахмет сізге. Мінекей, Дарынжан, осының ішіндегі ертегілерді оқып, балаларға айтып бересің ғой деп ойлаймын. Иә, келістік. Достар, қандай керемет, солай ғой. Енді мен бұл кітаптың ішіндегі барлық ертегіні жаттап алатын боламын. Әрине. Олай болса, достар, келесі жолы көріскенше, мына ертегінің ішіндегі ертегілерді айту үшін сендерге қайта келетін боламын. Олай болса, келесі жолы жолыққанша аман, сау болыңдар. Сау болыңдар, балалар. Дарынжан, сен де аман сау болып тұр. Сау болыңыз, апай.